Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Дилназ, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қызықты видеоблог болады. Біз әдеттегідей абортқа келдік. Біз қазір ішінен киімдерді аралап жүрміз, көріп. Тоқтан болғаннан кейін әдеттегідей біз косметика аралап телефон зарегистрирован деп тұр. Сол себепті барынша қысқаша түсіруге тырысамын. Біз қазір кетіп бара жатырмыз. Біз қазір Меги 6-ші залға кіретін боламыз. Әзірше біз күтіп отырмыз киноны. Біз Меги киноға кірдік. Иә? Қайда? Қалаға? Неге? Қалай неге? Ой! Ой, бәтем мен қаңғым. Үйде сабақ кетіп. Мен демалыстамын. Заңды. Демалып жатырмын. Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге Дилназ, менің арнама влогыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге алда көптеген қызықты видеовлогтар түсірілетін болады. Ал ендеше біз өз видеомызды бастаймыз. Достар, біз қазір үйден шығып бара жатырмыз. Енді біз қазір Көктөбеге қарай баратын боламыз. Арнадан алыстамай, сіздер бізбен бірге болыңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Көктөбеге жақындап қалдық. Өте әдемі, биікті қарасаңыздар. Ерекше. Неге достар, Көктөбеге келдік. Қазір енді кассаға барып отыратын боламыз. Көктөбе әрине де өте керемет. Ал мінекей қазір біздің канаткада жақындап қалды. Неге уақыт алып кетті тым ерте жастық шағыңды, неге бақыт сезілмеді тапсаң да өз арманыңды, шын неге бұл әлем. Ал біз мінекей Көктөбеге келдік. Жүремін сені ойлап, күн-түстен жылап, себепсіз маған айтпай кеткеніңді ойымдап, сенсіз бұл әлемде маған орын жоқ мүлде, келесі өмірде табам сені бәрін өте. Жаныма келші дедім. Қазір міне Көктөбедеміз әлі, және жаңбыр жауып кетті, аяқ астынан жаңа күн шығып тұр еді. Достар, енді қазір қайтып бара жатырмыз. Көктөбенің әдемі көрінісін көрген боларсыздар деп ойлаймын. Біздің видеомыз аяқталды десек те болады. Келесі кездескенше. Сәлем достар, бүгін блогымның 3-ші күні. Біз бассейндеміз, өте керемет болып жатыр. Заказ беріп жатырмыз. Сенсіз арман бекер ғой.